Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқушыларым. Бүгін біз күнделікті қолданылатын заттардың аттарын үйренетін боламыз. Ал енді бүгін мен сіздердің қазақ тілін қалай үйреніп жатқандарыңызды білгім келеді. Сондықтан сіздер осы сабақтың астына пікір ретінде өздеріңіздің үйренген қазақша сөздеріңізді немесе сөз тіркестерін қалдырсаңыздар болады. Оларды көріп мен өзіме мотивация аламын. Сіздердің қазақша жазған сөздеріңіз мені одан да көп сабақтар жасауға жігерлендіреді. Ал олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал біз сабағымызды портрет сөзінен бастаймыз. Негізі түсірілімді бастамас бұрын біз жан-жағымызға қараған кезде бізге көзімізге оттай басылған Димаштың суреті болды. Ал Димаштың суретімен біз портрет сөзін үйренеміз. Портрет. Әмиян. Мысалы, бұл менің әмияным. Ішін көрер болсаңыздар. Әмиян. Сөмке. Мысалы, бұл сенің сөмкең. Сөмке. Әшекей. Мысалы, бұл менің әшекейім. Жараса ма? Сақина. Бұл менің сақинам. Сырға. Бұл менің сырғам. Ал мынау бас киім. Мысал келтіретін болсам, бұл оның бас киімі. Бас киім. Ал мынау орамал. Бұл менің ақ орамалым. Орамал. Ал мынау кілем. Бұл олардың кілемі. Кілем. Ал бұл жастық. Бұл біздің жастығымыз. Жастық. Ал барлығы жастықтар. Бұлар біздің жастықтарымыз. Ал бұл көбелек. Бұл менің көбелегім. Ал бұл айна. Мысалы, бұл сенің айнаң. Айна. Аяқ киім. Үйде киетін үлкен кісілерге арналған аяқ киім. Балаларға арналған аяқ киім. Бүгінгі үйренген барлық сөздерімізді ақырындап тыңдап үйрену үшін келесі видеоны көріңіздер. Портрет. Әмиян. Бұл менің әмияным. Сөмке. Бұл сенің сөмкең. Әшекей. Бұл менің әшекейім. Сақина. Бұл менің сақинам. Сырға. Бұл менің сырғам. Бас киім. Бұл оның бас киімі. Орамал.
Бұл менің ақ орамалым. Кілем. Бұл олардың кілемі. Жастық. Бұл біздің жастығымыз. Жастықтар. Бұлар біздің жастықтарымыз. Көбелек. Бұл менің көбелегім. Айна. Бұл сенің айнаң. Аяқ киім. Үйде киетін үлкен кісілерге арналған аяқ киім. Балаларға арналған аяқ киім. Осымен бүгінгі біз сабағымызда аяқтаймыз. Сіздерге сабақ ұнады деген үміттемін. Үйренген сөздеріңізді астына пікір ретінде қалдыра отырыңыздар. Егер сіздер осы жобаға демеушілік көрсеткілеріңіз келетін болса, онда көрсетілген мекенжай бойынша өз ұсыныстарыңызды қалдырсаңыздар болады. Сіздерге сабақ ұнады деген үміттемін. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. Қалай болды, жын болды ма? Жоқ, қайтамыздыш. Ja. Kеттік.